Қарғысы қабыл болған ана. Қасиетті Қағба тұрған мешітті Әл-Харам деп атайды. Сол мешіттің қазіргі бас имамы Абдурахман ас-Судайс деген кісі. Судайс осы қызметке анасының қарғысымен келгенін айтады. Себебі бала кезінде бірдеңе бүлдірсе, анасы «Ей, Қағбаға имам болғыр» деп ұрсады екен. Қарғысы қабыл болды. Жалпы ата-ананың алғысы да, қарғысы да, тіпті аузынан шыққан әрбір сөз балаға әсер етеді. Бұрын ата-бабаларымыз өркенің өскір, тұқымың жайылғыр деп ұрсатын бала шағасына. Шынында да әр әулетте 10-15 перзенттен болды ғой, бертінге дейін. Қазіргі аналардың аузынан шыққан сөзден өзің қорқып кетесің. Хайуан, оңбаған, жексұрын, тағы басқа сөздер бар. Айтуға аузың бармайды. Жазуға қолың бармайды. Құрметті бауырлар, 10 күнәнің 9-ы тілден. Тілімізге абай болайық. Қадірлі ата-аналар, баламыз жақсы болсын десек, өзіміз де, сөзіміз де жақсы болсын.